Сәлем қыздар, бүгінгі біздің сабағымызда мынандай шапка шлемнің мастер классын көрсететін боламын. Шапка шар таққысы келмейтін балаларға өте ыңғайлы болады деп ойлаймын. Мен 6 мен 12 ай аралығындағы балаға арнап тоқып жатырмын. Бас айналымы 44-47 см. Ыстық шапка болғаннан кейін екі жіппен тоқимыз. Екі жіпті біріктіріп тоқимыз, жылы болу үшін. Сабағымызды бастамас бұрын лайк қойып, подписка жасауды ұмытпаңыздар. Бізге қажет заттар мынандай жіптен 4 қажет болады. Түсін, номерін мен описанияға қалдырып кетемін. Және де бізге қажет заттар ол спицы, 2 спицы қажет болады. Біреу номері 4 және 4,5 деген. Содан кейін өзіміздің ыңғайымызға қарай счетчик рядовты пайдалансақ болады. Тоқымамызды бастайық. 4,5 спицияға 85 жіп теріп аламыз. Тоқымамызды төменгі жағынан бастаймыз. Мінекей 85 жіпіміз теріп алдық. Енді осыны айландырып тоқу үшін 2 спициядағы жіптерімізді біріктіріп аламыз. Видеода көрсеткендей мына жіптен аттаймыз, өйткені ступенька бөлініп тұрмас үшін біріктіріп аламыз. Мінекей. Енді спициямызда біздің 84 жіп қалды. Шығып тұрған жіптің ұшын кесіп тастамаймыз. Сол жіппен келесі қатарға ауысып отырғанымызды біліп отырамыз. Бірінші, екінші, үшінші қатарларды бірдей қылып тоқимыз. 1 оң, 40 теріс, 2 оң, 40 теріс, 1 оң. Осылай бірінші, екінші, үшінші қатарларды тоқимыз. Мінекей теріс қылып 40 жібімізді тоқып алдық. Енді 2 оң қылып тоқимыз. Тағы да 40 жібімізді теріс қылып тоқимыз. Қырық жібімізді теріс тоқып алдық. Енді 1 оңғып тоқимыз. Солай екінші қатарға көшеміз. Екінші қатарымызды да тура солай тоқимыз және үшінші қатарды да солай тоқимыз. Бірінші, екінші, үшінші қатар тоқып болдық. Енді 4-ші, 5-ші, 6-ші қатарымызда 1 оң, 2 теріс, 36 жіпті оң тоқимыз.
36 жібімізді тоқып алдық. Енді 2 теріс, 2 оң, 2 теріс, 36 жібімізді оң қылып тоқимыз. Отыз алты жібімізді тоқып алдық. Енді 2 теріс, 1 оң. Енді 7-ші, 8-ші, 9-ші қатарда 1 оң, 2 теріс, 2 оң, 32 теріс. Отыз екі жібімізді тоқып алдық. Енді 2 оң, 2 теріс, 2 оң, 2 теріс, 2 оң, 32 теріс тоқимыз. Отыз екі жібімізді тоқып алдық. Енді 2 оң, 2 теріс, 1 оң. Осылай 7-ші, 8-ші, 9-ші қатарды тоқимыз. Мінекей тоқып алдық. Енді 10-ші, 11-ші, 12-ші қатарды тоқимыз. Енді 1 оң, 2 теріс, 2 оң, 2 теріс, 28 жіпті оң қылып тоқимыз. Жиырма сегіз жібімізді тоқып алдық. Енді узор бойынша 2 оң, 2 теріс резинка тоқимыз.
Резинкамыз тоқып алдық. Енді 28 оң қылып тоқимыз. Екі оң, екі теріс, бір оң. Солай 10-шы, 11-шы, 12-шы қатар солай тоқимыз. 13, 14, 15-шы қатарымызда бір оң, екі теріс, екі оң, екі теріс, екі оң, 24 жіпті теріс тоқимыз. Енді узор бойынша екі оң, екі теріс, екі оң резинка қылып тоқимыз. Одан кейін 24 жібімізді теріс тоқимыз. Жиырма төрт жібіміз тоқып болдық. Енді екі оң, екі теріс, екі оң, екі теріс, бір оң қылып тоқимыз. Солай 14-ші, 15-ші қатарды солай тоқимыз. 16-шы, 17-ші, 18-ші қатарымызды узор бойынша резинка қылып тоқимыз. 2-де 2 резинка. Тек ортасындағы жіпті ғана 20 жібімізді оң қылып тоқимыз. Жиырма жібіміз тоқып алдық. Енді мына арт жағында тура солай резинка қылып тоқимыз. 2-де 2.
Мында да 20 жібімізді 10 қылып тоқимыз. Одан кейін резинка қылып тоқимыз. Он 19-шы, 20-шы, 21-шы қатарымызды тура солайын резинка қылып тоқимыз, 2-12 теріс қылып. Тек центрдегі жібін 16 жіп теріс қылып тоқимыз. Жиырма екінші, 23-ші, 24-ші қатарымызда да резинка қылып тоқимыз басын. Центрдегі жібімізді 12-10 қылып тоқимыз.
25 қатарымыздың бәрін резинка қылып тоқимыз. Тек ортасындағы жіпті ғана 8 жіп қылып тоқимыз. Жиырма бесінші қатарымыздың екінші жағында 8 теріс қылып тоқимыз. Ары қарай узор бойынша 2-де 2 резинка қылып тоқимыз. Мінекей 25-ші қатарымыз тоқып алдық. Енді 26-ші қатарымызда 2-де 2 резинка қылып тоқимыз. Тек центрдегі жіптерді қазір қысқартып бастаймыз. Мінекей видеода көрсеткендей, ол центрдағы жібіміздің, 8 жібіміздің біріншісін теріс қылып тоқимыз. Келесі екінші, үшінші жіпті біріктіреміз. Қысқартамыз. Мінекей. Келесін тоқимыз. Енді мына екеуін қысқартамыз. Соңғы жіпті теріс қылып тоқимыз. Мінекей. Жібіміз 6 жіп болды. Енді узор бойынша 2-де 2 резинка қылып тоқимыз. Тек келесі жағын тура солай қысқартамыз.
мына жақта да тура солай қысқартамыз. Біріншісін тоқимыз, екінші, үшінші жіпті қысқартамыз. Екі жіпті тоқимыз теріс қылып. Екі жіпті қысқартамыз біріктіріп. Енді центрімізде бізде 6 жіп қалды. Мінекей. Ары қарай тура 2-де 2 резинка алып тоқимыз. Жиырма жетінші қатарымызды тура узор бойынша тоқимыз. Мінекей 27 қатарымыз тоқып алдық. Енді номері 4-ші спицаға ауысамыз. Мына ортадағы центрдағы жібімізді де, 6 жібімізді резинка қылып тоқимыз. Енді номері 4-ші спицамен айландыр бәрін резинка қылып тоқып, 6 қатар тоқимыз. Солай мойнын аяқтаймыз. Міне мына ортадағы жібімізді резинка алып тоқимыз. 2 теріс, 2 оң, 2 теріс. Солай барлығын айландырып резинка қылып тоқимыз.